Сәлем баршаңызға. Сіздерге тамақ ауруынан тез әрі оңай арылуға болатын жолдармен бөлісемін. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Тұмау тигенде немесе вирустық аурулар жұқтырғанда тамағымыз ауырады. Кейде тәттіні артығымен жегенде, салқын су ішкенде, шекілдеуік шаққанда да тамақ сыр береді. Тамақтың неден ауырғанын анықтап алып, дереу ем қабылдау керек. Өйткені тамақ ауруын уақытында емдемесеңіз, жұтынуыңыз қиындап, ауруды асқындырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да үй жағдайында тамақтың жыбырлағанын басып, ауырғанын емдеуге болады. Ол үшін мына әдістің біреуін таңдап алып, байқап көріңіз. Бірінші әдіс: ас содасы, тұз және отпен шаю. Үлкен стакан ыстық суға 0,5 шай қасық ас содасы және бірдей мөлшерде тұз, 5 тамшы йод қосыңыз. Күніне 3-4 рет шайыңыз. Тамақты бұлай шаю қабыну белгілерін жеңілдетудің оңай және үнемді әдісі. Тұзды суды жұтпау маңызды, себебі бұл тамақтың шырышты қабығын құрғатуы мүмкін. Екінші әдіс: алма сірке суы. Сірке суының қышқылдық қасиеттеріне байланысты бактерияға қарсы әсері бар. Тамақ ауруымен күресуге көмектесетін шаюға арналған ерітіндіні дайындау керек. Ол үшін 250 мл суға 1 шай қасық сірке суын қосыңыз. Ең бастысы, мұндай сусынды жұту қажет емес екенін есте ұстаған жөн. Үшінші әдіс: шикі сарымсақ. Сарымсақ шырынындағы аллециннің болуына байланысты өнім бактерияға қарсы, саңырауқұлаққа қарсы және вирусқа қарсы әсерге ие. Тамақ ауруы үшін сарымсақты қолданудың ең жақсы тәсілі: сарымсақтың бір бөлігін алып, оны 15 минут бойы сору. Сарымсақ жеуді жеңілдету үшін оны ұнтақтап, зәйтүн майына немесе балға қосып соус ретінде қолдануға болады. Ең бастысы, оны шикі және ұнтақтағаннан кейін мүмкіндігінше тезірек жеу керек. Төртінші әдіс: бөлмедегі ылғалдылықты арттыру. Мұны ылғалдандырғышсыз да жасауға болады. Батареяға дымқыл сүлгіні іліп қойыңыз. Пәтердің айналасына су ыдыстарын қойыңыз. Бесінші әдіс: бал. Балды жылы суға немесе шайға қосуға болады, өйткені ол кейбір бактерияға қарсы қасиеттерге ие және инфекцияға байланысты тамақ ауруын жеңілдетуге көмектеседі. Алтыншы: таза ауамен тыныс алыңыз. Темекі түтіні, жуғыш заттардың немесе басқа химиялық заттардың бояу, лак, бензин иісі де тамақтың тітіркенуін күшейтуі мүмкін. Сіз ауырған кезде үйіңіздің ауасы таза болу керек. Жетінші әдіс: көбірек дем алыңыз. Тамақ ауруы уақыт өте келе азаяды. Сіз ұйықтап жатқанда ол тезірек жүреді және дене инфекциямен күресу үшін көбірек күшке ие болады. Достар, ауырмаңыздар, ем болсын. Бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.